Жамбыл және Ақтөбе облыстарында құрғақшылық салдарынан өнімділік төмен деңгейде болды. Ал солтүстік Қазақстан, Қостанай, Ақмола облыстарында егін бітік шықты. Қазір астықты жинау науқанына дайындық жұмыстары жүргізілуде. Диқаншыларымыздың әзірлігін тілшіміз Назерке Абдрахманқызы бақылап қайтты. Ақмола облысы Астрахан ауданындағы бұл шаруашылық осымен 20 жылда егін егумен айналысып келеді. Жыл сайын шамамен гектарына 8 центнер өнім алып отырады. Биылда бұл үрдістен жаңылмаймыз дейді. Егін ору науқанына сақадай сай. Үзіксіз жұмыс істейтін 16 комбайн бар. Ал жиналған өнімге сұраныс жоғары. Әзірге кәсіпорын Ақмола облысы мен Астана қаласын қамтамасыз етіп отыр. Природно-климатические условия позволят. Егер ауа райы қолайлы болса, биыл гектарына 10 центнер өнім аламыз деп жоспарлап отырмыз. Астықты тамыз айының соңында жинаймыз. Бізде қажетті техникалардың барлығы бар. Жыл сайын ауыл шаруашылығы техникасын жаңартуға 30-50 миллион теңге жұмсаймыз. Бұл ретте мемлекеттен жеткілікті мөлшерде субсидия бөлінеді. Ал бұл шаруа қожалығы биыл гектарына кем дегенде 15 центнер өнім алуды жоспарлап отыр. Бұл тыңайтқыштарды кеңінен қолданып, жаңа технологияларды пайдаланғанның жемісі дейді шаруалар. Зернохранилища свои есть. Бізде астықты сақтайтын арнайы қойма барлығы жасақталған. Дәнді дақылдарды жинайтын 18 комбайн бар. Нәтижесінде ішкі қажеттілікті қамтамасыз етіп қана қоймай, біздің өнімдеріміз сыртқы нарыққа да шығарылып жатыр. Сұраныс жоғары. Былтыр шаруа қожалығы астықты элеваторда сақтау үшін 100 миллион теңге жұмсаған. Биыл қаржыны үнемдеу мақсатында астықты кептіретін нысан салды. Оған 80 миллион теңге шығындалғанмен техника бірнеше жыл қатарынан жұмыс істеп өзін-өзі ақтайтын болады. Қазір егін жинауға қызу дайындалып жатырмыз. Қысты күні 60 мың теңге жалақы алсақ, егін науқаны кезінде 300 мың теңгеге дейін беріледі. Жалпы мекемеде 180 адам жұмыс істейді. Елімізде биыл бункерлік салмақта шамамен 17 миллион тонна астық жиналады деп күтілуде. Дәнді дақылдар түсімі гектарына 11 центнерден болмақ. Егін жинау жұмыстарға қатысатын жоспарлап отырған 45 мың комбайн. Ол 45 мың комбайн 98% қазір дайын. Жанармай мәселе шешілді. Жанармайдың 400 мың тонна сол енді шартқа отырып шаруашылықтар алып отыр. Сол енді керек жанармайдың 48-49% сол шаруашылықтар жеткізілген, өздері алып отыр. Сондықтан енді бәрі ауа райға байланысты. Жиналған өнімді сақтау үшін елімізде 210 астық қабылдау кәсіпорны жұмыс істейді. Республика бойынша астықты сақтау сыйымдылығы 25 миллион тоннаға жетеді. Назерке Абдрахманқызы, Жандос Битабар, Ақмола облысынан.